Сәлем қыздар, сіздерге 40 қабаттан, яғни орам жапырақтан жасалатын дәл осындай керемет пирогтың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Сіздерге ПП вариантын ұсынатын боламын. Дұрыс тамақтануда, арықтауда жүрген қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Артық салмақ алып келмейді, калориясы аз. Жасалуы тез, оңай, сіздің көп уақытыңызды алмайды. Қыздар, егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттерді таба аласыздар. Бізге қажетті ингредиенттер. Ең алдымен салмасынан бастаймыз. Орам жапырақ, сәбіз және жуа қажет болады салмасына. Табаға зәйтүн майын, яғни оливка масланы құйып алатын боламыз. Табадағы майды қыздырып, оған жуа, яғни пиязымызды саламыз, жақсылап қуырып аламыз. Пиязды шамамен 2-3 минуттай қуырып алған соң, сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Сәбіз шамамен 3-4 минутта қуырылып болды, оған орам жапырақты, яғни 40 қабатты салатын боламыз. Орам жапырақты шамамен 5 минуттай қуырып алдым. Дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Енді жақсылап араластырып, кішкене бұқтырып қоямыз. Яғни біздің орам жапырағымыз жақсылап қуырылып дайын болу үшін. Салмамыз дайын, дәл осылай видеодағыдай қуырылуы қажет. Енді біз құймағымызды дайындаймыз. Бізге қажетті жұмыртқа, тұз, қопсытқыш, ерітілген сары май, күріш ұны, кез келген ұн жарай береді және айран. Кез келген диеталық ұнды пайдалануға болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Оған ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластырамыз. Тұз, қопсытқыш және соданы барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Айранды құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, күріш ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Байқаңыздар, түйіршіктер қалып кетпесін, түйіршіктердің барлығы кеткенше араластыру қажет. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, бізде осындай масса пайда болады. Кез келген формаға пісірсеңіздер болады. Формамызды, яғни табамызды ең алдымен майлап аламыз да, құймағымыздың жартысын ғана саламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап тегістеп аламыз. Енді салмамызды бір тегістеп етіп салып аламыз. Барлығын салу қажет. Салманы салып болған соң, бетіне жаңағы қалған құймағымызды, яғни тестамызды салатын боламыз. Қасықтың көмегімен бір тегістеп аласыздар. Бетіне әсемдік ретінде кунжут сепсеңіздер болады, және мак пен кунжутты қосып септім мен. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Пирог 40 минутта пісті. Суыған соң кесіңіздер, ыстық күйінде кессеңіздер, пирог сынып қалуы мүмкін. Ал енді сіздерге пирогты кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, пышны болып шығады, яғни жақсы көтеріледі. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Әрі дәмі керемет, жасалуы оңай, әрі сіздерді семіртпейді, артық салмақ алып келмейді.
Қыздар, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әлі тағы да күшті п-п рецепттер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл. Егер де видео ұнаса, дәл осы рецепті құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода жолыққанша.